Менің сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бозымбаев мырзаға. Құрметті Қанат Алдабергенұлы, бірінші өзіңізге мәлім 2017 жылы Ақтөбе, Жамбыл және Түркістан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау жобасын іске асыруға мемлекеттің кепілдігімен 173,8 миллион ақш доллар немесе 53,9 миллиард теңге еуропалық қайта құру және даму банкі тарапынан алынған болатын. Қарыз қаражатының қолжетімділік мерзімінің аяқталуына, оның толық игерілмеуіне және құжаттарды рәсімдеу уақыты созылуына байланысты Еуропалық қайта құру және даму банкі 664,9 миллион теңге қосымша комиссия есептеген. Аталған жобалар бойынша жұмыстар 2021 жылы аяқталуы керек еді, алайда жобалау сметалық құжаттаманың сапасыз әзірленуіне, мердігерлердің жауапсыз жұмысына байланысты үйлестіру кеңесінің шешімімен 2023 жылға, одан кейін 2025 жылға ауыстырылды. Бүгінде осы жобалардың орындалу барысы да мәз емес. Бұған кім жауап береді? Артық кеткен шығындардың сұрауы бар ма? Жаз айында өңірлерді аралау барысында Жамбыл облысының сайлаушылары осы мәселені көтерген болатын. Бүгінгі күнге жоспарланған 315 каналдың тек 137 канал жөндеуден өткен. Жұмыстың баяу жүруі жыл сайынғы вегетациялық кезеңнің өткеру сапасын төмендетуге әкеледі. Берілген судың шығыны 20-30%-дан асады. Ал Ақтөбе қаласы бойынша инфрақұрылымның жетіспеушілігі салдарынан бөлінген 5,6 миллиард теңгенің 1,3 миллиард теңгесі игерілмеген. Ал Түркістан облысы бойынша бөлінген 18,5 миллиард теңгенің тек 2,2 миллиард теңгесі игерілген. Бұдан басқа ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру ПУИТ 2 жобасы бойынша да шешілмеген сұрақтар көп. Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында бұл жоба аясында жыл басынан тек 3 миллиард 350 миллион теңге үкімет резервінен бөлінген. Сондай-ақ өткен жылдан бері Дүниежүзілік банк тарапынан төленетін 1 миллиард 100 миллион теңге қарыз әлі де болса төленбеген. Ал жобаны орындау мерзіміне аз уақыт қалды. Бюджетті нақтылау кезінде қаржы бөлінеді деген уәделестік те жоқ. Қажетті 28 миллиард теңгені сонда үкімет қашан бөлмекші? Шешуге тиісті мәселені одан әрі ушықтырмай, нақты жұмыс ұйымдастыру керек емес пе? Су тапшылығы табиғаттан емес шенеуніктердің шешімдерінен болғаны ма? Осыдан екінші мәселе туады. Елімізде су тапшылығы жыл өткен сайын күрделі мәселеге айланып келеді. Ал бізде суды үнемді және тиімді пайдалану тетіктері әлі де болса жоқ. Сондықтан жыл сайын миллиардтаған теңгенің шығындарын көрудеміз. Тасқын суды жинау және қауіпсіз өткізуді қамтамасыз ету үшін салалық министрлік 2,6 миллиард текше метр су сақтай алатын 42 жаңа су қоймасын салуды, жалпы көлемі 3,7 миллиард теңге текше метр болатын 37 су қоймасы мен 14,5 мың шақырым ирригациялық каналды реконструкциялауды жоспарлап отыр екен. Министрлік бұрынғы жоспарланған міндеттерін орындамай жатып, құрылыстың басталуы 2012 жылдан бері созылып келе жатқан жырға айналған Жамбыл облысындағы 3 су қоймаларының мәселесі әлі шешілмеуде. Аталған Қалғұтты, Ырғайтты, Ақмола су қоймаларының құрылысы 34,5 мың гектар суармалы жерді тиімді пайдалануға мүмкіндік берер еді. Үшінші, мемлекет басшысы былтырғы жолдауында су ресурстарының маңыздылығын атап, оны тиімді пайдалануды тапсырып, жаңа ведомство құрып еді. Дегенмен қазіргі жүргізіп жатқан жұмыстар халықтың көңілінен шықпауда. Су шаруашылығы саласындағы ұйымдастыру жұмыстары сылбыр жүруде. Министрлік құрылғанына 1 жыл өтсе де бүкіл республика бойынша ревизиялық жұмыстар әлі толық біткен жоқ. Мәселен, шығыстағы судың 40%-на ие Семей өңірінде облыстық деңгейде қазсу шаруашылық мекемесі әлі күнге дейін құрылмаған. Ұлытауда да осындай жағдай. Су шаруашылығы объектілерін ұстау, пайдалану мен құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымы болмаса, басқасы туралы не айтуға болады? Осыған орай сауалда көтерілген 3 мәселе бойынша қандай шаралар қабылдануда? Құрылыстардың аяқталу және күрделі жөндеу жұмыстары қай уақытта бітеді? Осы сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз. Ауыл партиясы фракциясының депутаттары мен аграрлық мәселелер комитетінің мүшелері.